Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдарман? Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Біз Ерлан екеуміздің жүргенімізге 3 айдай уақыт болған еді. Мен онымен құрбымның туған күнінде таныстым. Сымбатты жігіт қайта-қайта қарап қояды. Туған күн аяқталған соң Ерлан бізді шығарып салмаққа ниеттеніп еді. Бірақ ағам өзі алып кететінін айтты. Ағам охранада істейтін. Сол күн оның демалысымен сәйкес келіп, кештен кейін мені алып кетті. Ерланды іштей ұнатушылық болғанмен, ашық әңгімеге түсіп, менімен таныса қоймаған еді. Туған күнге әдемі болып, ерекше дайындықпен келгенім тағы бар. Үйге келген соң, ол менің ойымнан шықпай қойды. Ерекше күлкісі, жүріс-тұрысы, сағатына қарап галстугін дұрыстағаны. Ең естен кетпейтіні, кірпіктерінің астынан ұрлана қарағаны. Жастықты құшақтаған күйі, тәтті ұйқыға қиялыммен бірге батып кете бардым. Таңертең қоңырау үні бұзды. Ұйқылы ояу трубканы алдым. Арғы жақтан «Қайырлы таң, тәтті қыз» деген таныс дауыс еш нәрсе түсінбеген басым. Тәтті қызға әлі таң ата қоймады дедім де телефонды сөндірдім. Әдетте бейтаныс нөмірге жауап бермеуші едім. Ұйқым шайдай ашылып тұрып кеттім. Сабақ, аудитория, ушу, университет қабырғасы. Қыздарымыздың әңгімесі кешегі Арайдың туған күніндегі сұңғақ бойлы жігітке. Дәл өзі түні бойы ойымнан кетпей шыққан жігіт жайлы екен. Ұнатқан мен ғана емес екенімді сезген едім. Бірге тұратын Зерде есімді құрбымда. Вау, мінген көлігін айтсай, анау-мынау жігіт емес сияқты ғой деп, менің қызғанышымды тудыра түсті. Қыздар қойыңдаршы, басымыз қосылса жігіт жайлы айтып шығады екенсіңдер. Зерде сенде доғар, жігітің бар емес пе? Не бар саған деп ашулана түстім. Менің жігітім ол сияқты сымбатты крутой жігіт емес қой. Оның үстіне бірнеше күн болды жігітіммен арамыз дұрыс емес. Деген сөзі жаныма жақпай, сырттай білдірмесем де, іштей тырысып қалдым. Сабақты аяқтап үйге келдім. Ағылшыннан беретін оқытушының тапсырмасын аударумен әлекпін, басымда қатып кетті. WhatsApp желісінен SMS келді. Қарасам, бейтаныс нөмір. Сәлем деген SMS көрдім. SMS-ті ашпай жаба салдым. 5 минут өткен соң тағы бір SMS. Ұйқыдан тәтті қызға таң атты ма деп, таң атқаны былай тұрсын, кеш батты деп жауап қайтардым. Авадағы суретін ашып қарасам, жүрегім, бұл әлгі жігіт. Кешегі кештің хитмені, қыздардың аузын толтырған, тақырып болған жігіт маған жазып тұр. Сәл болмағанда, менімен танысуға әрекет жасамағандығы үшін ұмыта жаздаған едім. Мен өзімнің сабақ дайындап жатқанымды жайлы айтып, әңгімелесе келе ол маған тапсырмамды орындауға көмектесетінін айтты. Мен де қарсылық танытпадым. Аударма жасауға тиісті болған тақырыпты суретке түсірдім де оған жібердім. Жарты сағаттан соң жауап келді. Жақсы болды ғой деп қуанып кеттім. Зерде де сол сабақты даярлап отырған. Бірақ оған айта қоймадым. Іштей қызғаныш та болды. Ертесі сабақ басталып кетті. Көзіндегі очкиі мұрнына түсіп тұратын қара толықша келген ағылшын мұғалімнің сабағы. Кім аударды мен берген тексті деді. Ортада қол көтеріп мен деп айқайладым. Қиындау ұзақ тақырып. Басқа пәндерден озат болсам да, ағылшын сабағынан үздіктердің қатарынан бой көтерсе де бермейтінмін. Группаластарым да білетін. Арнайы ағылшын курсын тәмамдаған Әлия мен Айнұр да сабақ айтуға оқтала қоймаған еді. Маған таңырқай қарады. Сұңғақ бойлы жігіттің
Дайындап берген тапсырмасын ұстап алып мәзбін. Дайын асқа тік қасық болғаныммен жұмысым жоқ. Сабақ соңында оқытушының жақсы комплименті де әлгі жігітке деген ойымда одан ара жоғарылауына себептің бірі болды. Үйге келісімен оған рахметімді білдіріп SMS жазуға оқталдым. Бір ойым хабарласып айтсам ба деп те ойландым. Сондағысы кешегі көмегін сылтауратып, хабарласып жақынырақ әңгімеге тартуды да көздеп тұрғаным сол еді. Телефон шылдыры ойымды тез жинақтатты. Қарасам, әлгі жігіт. Номерін сохранить етілмесе де жүрегімде сақтаулы. Телефонды бірден алмай, сәл кешіктіріп жауап бердім. Сондағысы өзін асыға күткенімді сездіріп қоймау. Трубканы алдым. Тәтті қыз, сәлеметсіз бе, қалайсыз деп бастады. Сондай мәдениетті. Бүгінгі күннің қалай өткенін өзім жайлы айтып беруімді, оқу орным, ауылым жайлы бәрін сұрап алды. Соңында мен ұятта болса сұрайын деп едім. Я, сұраңыз деп тыңдап тұрғанын білдірді. Кешіріңіз, мен сіздің есіміңізді есімне сақтамаппын дегенімді бірден түсіне қойып күліп жіберді де, Ерлан менің есімім, деді. Ананы мұнаны айтып, Ерлан екеуміз біраз нәрсені талқылап тастадық. Көп ойымыз бірге шығып жатты. Әңгімеміздің тоқтауына ертеңгі сабаққа дайындалу керектігім ғана кедергі болды. Оған қайырлы түн тілеп трубканы қойдым. Таңертеңгісін сабақ басталып кетті. Сабақтан шыққан соң әдеттегінше университетті жағалай қыздармен сыртқа шығып келе жатқаным сол еді. Жанерке деген дауыс назарымды бұрғызды. Дәл алдымда ақ көлігіне сүйеніп, қолына гүл шоғын ұстаған, галстуктегі сықиып киінген жігіт аяғын айқастырған күйі маған қарап тұр. Жаймен басып маған келіп қолын созды. Амандасуға қолым әрең барып дірілдеп тұрмын. Қолындағы гүлі маған арналған ба деп үміт легі жоқ емес. Гүл шоғын ұсынды. Иә, қателеспеппін, маған екен. Көңілім көтеріліп қалды. Қыздар аң-таң, әсіресе Зерде іштей өзім де қысылып қалдым. Құрбыма Ерланмен араласып жүргенімді айтпағаныма сәлем қыздар, рұқсат болса Жанеркені орталарыңыздан ала кетсем. Бүгін оның менімен қайтуына рұқсат бересіздер ме деді де, қолымнан ұстай алды. Қыздарға сау бол айтып, көлікке отыра кеттім. Ал Зерде үн-түнсіз қараған күйі еш нәрсе деместен бұрылып кетіп қалды. Түсініксіз жайтқа баладым. Ерлан екеуміз уақытты көңілді өткіздік. Қымбат ресторандардың біріне алып барды. Өзі әңгімешіл, кез келген тақырыпта жақсы сөйлеседі. Бұлайша айтқанда ашық жарқын жігіт екен. Біраз айналған соң үйге қайттық. Себебі бүгін ағамның үйде болатын күні. Ол өте қызғаншақтау және үнемі әр нәрседен мені тыйып отыратын. Ағам келмей ерте жету болды. Ерлан мені подъездің алдына дейін шығарып салып, байқатсытпай ернімнен сүйіп алды да, қайырлы түн тәтті қыз деді де бұрылып кетті. Бетім қып-қызыл болған күйі көзім қарауытып, жүрек соғысы жиілей түсті. О құдайым, бұл менің алғашқы рет сүйісуім. Мең-зең күйі үйге кірдім. Зерде үйде сабақ даярлап отыр екен. Келгеніме мәнде беріп жатқан ол да жоқ. Денем бір ысып, бір суған күйі бөлмеме кіріп кеттім. Ерніңіз неткен тәтті еді деген SMS келіп, одан сайын бетімде қызара түсті. Ұяттан кірерге жер таппай тұрдым. Осылай тәтті ұйқыға шомып кеттім. Арада уақыт өте берді. Ерлан екеуміз жиі кездесіп, көп уақытымызды бірге өте бастады. Зерде болса бұрынғыдай емес, себебін сұрап ем, аузын ашып ештеңе дей қоймады. Бар айтары, сен сол жігітті айта бересің, бізге көңіл бөлмейсің дегеннен ары аса алмай, сентябрьдің 24-і Ерлан маған жүруге ұсыныс жасады. Бір апта ойланып, бірі күні мен оған келісім бердім. Ол күнде мені сабақтан соң алып кететін, күнде қаланың тамаша жерлерін аралайтынбыз. Құрбыларымның арасында ақ-боз Тойоталы Ханзада атанып кеткелі қашан. Ол жұмыс бабымен командировкаға кетіп жүретін. Оның келуін асыға күтумен уақыт та зымырап кететін. Мен оған тез бауыр басып кеттім. Бір күні ол
үйіне қонаққа шақырды. Тұрмысқа шыққан соң баратын үйім ғой деген оймен баруға келістім. Қанша жерден оған сенсем де үйіне барарда жүрегім қатты соғып бір нәрсе болардай уайымдадым. Үйіне барып тұрып қайтып кетуді де ойладым. Ол сенің жігітің ғой, кішкентай қызға ұқсамашы деп өзімді қайрап қоям. Ол үйге кірісімен шай қоя бастады. Сондай жайлы, өте әдемі екен үйі. Жігіт болса да ұқыпты, жинақты тұрады. Кино көріп, біраз ары-бері әңгіме айтылды. Ұйқысы келіп жатуға ыңғайландық. Ол менің өзінің қасына жатуымды сұрады. Ыңғайсыздансам да қиылып болмады. Үн-түнсіз жайға. Свет сөнген соң оның құшағының өзінен үрейлене бастадым. Басы жастыққа тиісімен қалың ұйқыға кетті. Ал мен болсам таң атқанша ұйықтамай бір нәрсе болып қалардай мазам қашып жаттым. Осындайда таң атпай кетеді. Таңертең оны ұйқыдан ояттым да университетке жол тарттық. Зердемен оқуда жолықтық. Оның көлігінен түскенімді көрген ол түнімен қайда болғанымды сұрап тықақтап қоймады. Оның үйінде болдық дедім. Ол аң-таң мен бір нәрсе бүлдіргендей үрей көзбен қарайды. Араларыңда не болды деген сыңаймен онымен бірге жаттың ба, оңаша бір үйге қалай қонып жүрсің деген секілді сауалдарды жаңбырдай боратты. Туу Зерде, қойшы, бәрі сен ойлағандай емес. Ол ондай жігіт емес. Әсірелемеші. Біз бар болғаны бір диванда ұйықтадық. Артық еш нәрсе емес дедім де аудиторияға кіріп кеттім. Біздің Ерлан екеуміздің жүргенімізге 2 айдан асты. Кәдімгідей үйренісіп қалыппын. Күнде болмаса да күн ара жолығып тұрамыз. Бір күні ол мені қалайтынын айта бастады. Ашық айтпаса да астарлап жеткізетін, мені сынап жатқан шығар деген оймен сөзін шынайы қабылдамай ойынға айналдыра салатынмын. Ол мені құшақтап, аймалай бастаса қашқақтап, бетін қақпайлай беретімін. Кішкентай қыз ұқсамашы, бәрібір болатын нәрсе ғой, неге тартыншақтай бересің деген сөздерді де ойландырып тастайтын. Бір күні ол өзінің жұмыс бабымен ұзақ уақытқа өзге қалаға барып келетінін айтып, бүгінше өзінің үйінде қалуын өтінді. Мен де келістім. Алдыңғыда емес, бұл жолы үйреншікті секілді. Еш нәрседен қымсына қоймадым. Ерланға да бауыр басып қалған біраз. Ол үйге кірісімен есікті құлыптап, кілтті қалтасына салып алды. Жаймен құшақтап сүйе бастағаны сол еді. Мен тағы да тартыншақтай бастадым. Ол да қоя салмады. Бас салып қысып құшақтаған күйі жібермеді. Әдеттегі құшақтасуға балап, ары қарай мен де қарсылық білдіре қоймадым. Құшақтасып диванда біраз жаттық. Бір кезде ол жейдемнің түймелерін ағытуға көшті. Доғаруын талап еткенімен оны тоқтата алмадым. Қанша қарсылық білдірсем де оған шамам жетіңкіремеді. Мен қазір айқайлаймын дедім. Ол болса айқайлағаннан түк шықпайды. Бұл жақта екеумізден басқа ешкім жоқ. Қойсайшы енді, қарсыласпай бермей, бәрі бір болатын нәрсе ғой деген сөздері одан сайын үрейлендіре түсті. Оның бұл әрекет жай сүйісу емес екенін ұқтым. Екі көзім жасқа толған күйі доғар деп айқайладым да оны итеріп жібердім. Қалтасындағы кілтті алып үлгеріп, есікке жеткенше ол келіп те үлгерді. Айна алдындағы қайшыны кезеніп, бір қолыммен есікті ашуға тырыстым. Қолымдағыны таста дегеніне қарамастан есікті аштым да қашып шықтым. Ол да артымнан жүгірді. Жол жағалап жүгіріп келем. Қырсыққанда такси де көзге ілінбейді. Жүгіріп шаршады ма, әлде қуғаннан пайда жоғын түсінді ме, ол қайта жүгірмеді. Мен қараңғы түнде адасып қалдым. Жаяулатып жүріп жол жиегінде кішкене дүңгіршекке көзім түсті. Барып ем, ашық болып шықты. Сол жердің қожайыны бұндай уақытта не істеп жүргенімді сұрады. Арадағы әңгімені айтуға арланып адасып қалдым деп қысқа қайырдым. Бұл жердің қалаға алыс екенін, осында бүгінше түнеп шықсаң, азанда күйеуінің затқа қалаға баратынын айтты. Келіспеске лажысызбын. Таңда тұруда қиынға соқты. Түні бойы жылап шықтым. Мен сүйген жанның, мен сенген адамның осыншама қиянат көрем деп ойламадым. Ол мені зорламақшы болды. Есік ашылмағанда не болар еді? Өмір бойы бетіме таңба боларлық күйе жағылуына сәл қалған.
Маған қалада қызымыз грантта оқиды, үздік студент деп сеніп отырған ата-анамның бетіне қалай қарар едім. Мен үшін күндіз-түні қалаға келіп жұмыс істеп жүрген ағама не деймін? Артымнан ерген сіңілім де бой жетіп келеді. Әпке, өскенде сіз секілді боламын деген сөздеріне, бала көңіліне қиянат жасауға менің қалай ғана дәтім барады. Иә, бұл менің тағдырым. Адам қанша жерден сүйсе де сенімді қатты арттырудың қажет еместігін кеш те болса ұғындым. Көп қыздар нәпсіске ерік беріп тырнағын тістеп қалады. Ал ақ некеден аттамайынша ата-анама үмітіне қыл түсірмей сенімін сейілтпеу үшін қыз ертеңін ойлау керек. Менің басыма бұл нәрсе үлкен сабақ болды. Ал Ерланға келер болсақ, бұл оқиғадан кейін із-түзсіз хабар алмадым. Зерде болса оны менімен қатар ұнатқанын, соңында жігіт үшін құрбысына қызғаныш білдірмеуін түсінгенін ашып айтты. Содан бері қаншама жыл өтті. Бұл менің балғын кезімдегі өкінішім. Ал қазір тұрмыстамын. 3 әдемі балапандардың анасы, аяулы жармын. Жолдасым да алыс адам емес. Әкемнің жан досы болған кісінің баласы. Мені бірден сырға салып әкеткен, тойымызда дүркіреп өткен болатын. Қазір бақыттымын. Нәпсінің жетегіне еріп, қателікке бой бергенде мен осындай бақытты жанұя құра алам ба едім. Қазір жас қыздар да сезімнің жетегіне кетпей ойланса, менің өмірімнен сабақ алса екен.